Біз жалғастырамыз. Келесі біздің айтатын тақырыбымыз бұл қоғамдық көлік, яғни маршруттық көлік құралдарының басымдылығы деген тақырыпта сұрақтар болмақ. Ал кеттік. Бірінші сұрақ. Мына көрсетілген жерге, яғни автобустың жолағына кеп тоқтауға бола ма дейді. Әрине болмайды. Біріншіден бұл үзілмеген сызық, екіншіден бұл қарама-қарсы бағыт, сондықтан болмайды деп жауап береміз. Келесі, осы көрсетілген траекториясының қайсынан бұрылуымызға болады дейді. Әрине біз мына екінші траекториямен бұрыламыз. Себебі мына жерде үзілген сызық, арт жағымызға қарап автобус жоқ болса, екінші траекториямен бұрыламыз. Мына көліктердің қайсысы трамвайға жол береді дейді. Егер трамвай парктен шығып бара жатса, оның ешқандай басымдылығы жоқ. Ол паркке кіріп бара жатса басымдылығы бар. Себебі мына жолдың бәрі бәріне жалпы жол, бәрі жалпы жолда болса, онда трамвайдың артықшылығы бар. Енді мынау трамвайдың паркі ол жалпы емес, ол өзінің шығып бара жатқан жол, сондықтан ешкім бұл жерде жол бермейді деп жауап береміз. Келесі сұрақ, мына жерге тоқтауға бола ма? Жол жүру ережесі бойынша автобустың жолағына кеп тоқтауға болады, егер үзік сызық болса, және бірақ жағдайда адамды отырғызу немесе адамды түсіру. Сондықтан мына суретке қарайтын болсақ, ол адам қол көтеріп тұрғандықтан деп айтамыз, болады. Мына жағдайда ең түсінген боларсыздар, үзілмеген сызық болғандықтан бұл жерде тоқтауға болмайды. Қай көліктің жүргізушісі дұрыс тоқтады дейді осы жағдайда. Мына қарасаңыз, бір бағыттағы жол, бір бағыттағы болса, оң жаққа сол жаққа да тоқтай беруге болады. Бірақ мына суретте біз оң жаққа тоқтай алмаймыз, өйткені бұл жерде үзілмеген сызық, ана жақта үзілген. Сондықтан қызыл машина дұрыс тоқтады деп айтамыз. Ортаға тоқтайса болмайды, әрине жолдың шетіне тоқтауымыз керек, 0-ші жолаққа деп айтқанбыз. Сондықтан дұрыс тоқтаған бұл жерде қызыл көлік. Мына автобусға жол беру керек па дейді қаланың сыртында. Бұл көліктер қаланың ішінде ғана басымдылығы бар, өйткені қаланың ішінде графикпен жүреді, кестесі бар өзінің, уақытымен жүреді, сондықтан оларға кедергі салмау үшін біз жол береміз. Ал енді қаланың сыртында бұларға ешқандай кедергі жоқ, бұлар кестесінен қалса, кішкене жылдамырақ жүрсе болады, сондықтан бұндай жерде жоқ деп жауап береміз. Мынандай жағдайда сіз не істейсіз дейді. Енді бұл қаланың іші, автобус қиналып тұр шығуға, бұндай кезде біз жол береміз. Мына көліктердің қайсысы дұрыс тоқтады дейді. Бұл жерде мына көлік дұрыс тоқтады, адам алу үшін, тек адам алу үшін ғана. Басқа кезде тоқтауға болмайды, автобус жолағына. Өйткені мына жер үзілген болғандықтан мынау дұрыс және қызыл машина. Жасыл және қызыл деген жауапты табамыз. Қызыл және жасыл. Желтый, зеленый дейді. Дұрыс жауабы қайда мұның? Мінеки. Қызыл және жасыл. 4-ші жауап. Біз айттық, автобустың жолағына тоқтауға болады тек адамды отырғызу немесе адамды түсіру үшін. Басқа жағдайда болмайды дейді. Соған қарағанда жүкті түсіруге немесе жүкті тиеуге бұл жерде болмайды. Өйткені автобус кеп күтіп тұрмайды ғой. Айланып өту, ол айланып өтпеу керек автобус, өзінің жолағымен келе жатыр. Айланып өтіп кете алады, бірақ ол бұған арнайы жолақ болғаннан кейін оны мәжбүрлеуге болмайды. Енді адам алу тоқтау деген, ол деген тез тоқтап кетіп қаламыз. Және бір нәрсені есте сақтау керек, автобустың жолағына тоқтағанда біз айнаға қарауды ұмытпауымыз керек. Егер арт жақта автобус жоқ болса ғана тоқтай аламыз. Мына жерде енді болмайды, себебі ол жылдам болмайды, сондықтан. Келесі сұрақ, мына көрсетілген траекторияның қайсы дұрыс дейді. 8-ші тарауда біз оңға бұрылған кезде, солға бұрылғанда ең бастысы қарама-қарсы бағытқа шықпасақ болды. Яғни мынау да болады, мынау да болады. Алайда ары қарай жүре беруге болмайды, өйткені автобустың жолағы болғандықтан мынаға кішкене жүргеннен кейін 30 метрден шығып кетуіміз керек. Яғни бұл жерде болады екен, бірде және екісі де, екеуі де болады екен.
көлікті оң жақтан озуға бола ма дейді. Әрине бұл автобустың жолағы әрине болмайды. Бұл тоқтау үшін ғана, адам алып түсіру үшін ғана әрине болмайды. Мына көлікті жол беруіміз керек па дейді. Егер бұл деген арнайы аялдамасынан қозғалысты бастамаса дейді. Егер көлік, мысалы маршруттық көлік дейміз ғой, такси деп ғой баяғыда. Егер олар аялдама емес, кез келген жерден орнынан қозғалып жатса, біз оларға жол беру міндетті емеспіз. Сондықтан жауап береміз жоқ деп. Мына көрсетілген траекторияның қайсысы дұрыс дейді. Әрине көздеріңіз жетіп тұр, сызықты басуға болмайды. Сондықтан бірінші траекториядан бұрыламыз. Тағы да айта кететініміз, айнаға қарауды ұмытып кетпейміз. Автобус бар ма жоқ па? Мына енді түсініп жатқан шығарсыздар, автобустың жолағында тоқтап түсіп, заттарды түсіріп жатыр. Болмайды. Болмайды. Сондықтан жауап береміз үшінші жауапты. Келесі сұрақ. Енді бұны байқадыңыздар, трамвай паркіне кіріп бара жатыр. Яғни мына жолдың бәрі жалпы жол, елдің бәріне арналған жол. Ондай жағдайда құқығы бірдей. Автобустың да, жеңіл машинаның, трамвайдың да құқықтар бірдей болған кезде біз деген трамвайға жол береміз дедік. Яғни осы екеуі де жол беру керек. Кім не жерге жол береді дейді. Яғни екеуі де жол береді деп жауап береміз. Қандай көліктерге мына жолақпен жүруге болады дейді. Әрине маршруттық көлік құралдары дейді. Мына жерде автобус, троллейбус өзінің маршрутымен жүріп келе жатқан дейді. Яғни жауап 2. Егер ол маршрутымен жүріп келе жатпаса, онда жүруге болмайды. Бізге оң жаққа мына жерден бұрылуға бола ма дейді. Әрине болады, осы өзіміздің жолағымыздан. Алайда автобусға жол беріп барып қана, Осы жолақпен үнемі жүре беруге бола ма дейді. Жоқ, болмайды. Шығып кетуіміз керек,